Мозаик әдісі бойынша Батыр Баян поэмасын бірінші топтан бастап айтқым келіп отыр. Мағжан Жұмабаев Батыр Баян поэмасын өлеңмен жазған. Қысқаша мазмұнын айта кететін болсам, Абылай хан жорыққа аттанбақ болып қол жияды да аттанбай жатып алады. Көп жатып жалыққан Абылайдың батырлары Абылайға кісі салса, Абылай Батыр Баянсыз аттанбаймыз деген қысқаша жауапты айтады. Сол кезде Батыр Баян да кешігеді. Оның кешігу себептері ол бір жорықта қалмақтан бір жас, сұлу қызды алып қайтады. Қызға көңіл ауады, оны жақсы көреді. Бірақ жас болғандықтан оған үйленбейді. Қыз Баянды ағасындай көріп еркелеп жүреді. Баянның Ноян дейтін 15-16-дағы інісі болады. Осы Ноян қызға ғашық болады. Бір күндері сол қыз Ноянмен бірге кездеседі. Ноян қызға бар сырын айтқаннан кейін, қыз мен саған үйленемін, бірақ менің Баян әкетерде шешем. Ел бетін бірге көрмей ерге шықпа деп еді. Елге алып бар, содан кейін үйленемін дейді. Ары қарай мозаика тәсілі арқылы жалғастыратын болсам, Баян келе Абылай қолын аттандырады. Бұғыбай бастаған қалың қол шөлді өрлеп отырып Балқаш көліне келеді. Осы арада жиналып жатқан қалмақты ұшыратады. Абылайды қапылыста шабамын деген қалмақ күтпеген жерден мынаны көргесін Абылайға айыбын берейін, татуласайық деп кісі салады. Абылай бұл сөзді қабыл алғанда Баян татуласуға қарсы болады. Бірақ Абылай өз сөзінен қайтпайды. Көпшілік Абылайдың бетінен алған адам оңбайтын еді. Бұл Баян осы жолы мерт болады деседі. Ертеңіне Абылай қолы қашып кеткен қалмақты естиді. Абылай санын соғады да кейін қайтуға ұйғарады. Өзге қол қайтқанмен Баян жүз батырды жанына ертіп қалмақты қуады да Іле өзенінің Қытай жақ батысында қуып жетіп соғысады. Сол арада батырлары да өздері де өледі. Батыр Баян шығармасының мазмұнын ары қарай жалғастыра кететін болсақ, Ноян мен Баян бір-бірін сүйген еді. Бірақ олардың некесіне ағасы Батыр Баян және ауыл тұрғындары қарсы болатын біліп, екеуі Құралайдың отанына қашпақ болады. Сонда Батыр Баян бұл істі туған жерді сату деп есептегендіктен олардың артынан қуды. Қуған кезде Баян Құралай мен Батыр Ноянды оқпен атып өлтіреді. Ал Баянның оларға жаны қатты ашып, екеуін бірге жерлейді. Содан кейін Батыр Баян Абылай ханның рұқсатын алмағандығына қарамай, қалмақтарға 100 қазақ жігіттермен, яғни әскерлермен аттанады. Сол соғыста Батыр Баян қайтыс болады. Яғни Батыр Баян осы кезде намысшылдыққа және ашуға ерік беріп, өзінің туған інісін өлтіреді. Бұрынғы заманның батырлары қазіргі заманның ер жігіттеріне, ұрпаққа, келешек ұрпаққа үлгі болады. Батыр Баянның бойында көптеген жақсы қасиеттер бар. Оларды ата кетсек, қайсарлық, қайраттылық, батырлық, батылдық, ержүректік. Қазіргі ер жігіттерге өнеге болса деймін, және қазіргі ер жігіттердің бойында осындай қасиеттер болса деймін.